Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala istеп жатқан барлық жақсы амалдарымызды қабыл етсін, біліп білмей істеген бүкіл күнәларымызды өзі кешірген болсын. Қадірлі жамағат, бүгінгі біздің тақырыбымыз мұсылман адамның басына келген бәле жалаларда, күтпеген апаттарда, жер сілкінісінде, су тасқындарында не істеу керек, не істемеу керек, неге өте көп мән беру керек, неге мән бермеу керек деген тақырыптар бойынша ғұламаларымыздың сызып өткен 10 осы жерде заңы бар. Сол 10 заңға бағынатын болсақ егер, иншалла біз бүкіл бәле жаладан, күтпеген апаттардан қиыншылықсыз оңай жолмен құтылып шығып, иншалла жәннаттық болады екенбіз. 10-шы амалымыз бәле жала келген уақытында дұға сағаты. Қадірлі жамағат, біздің азанда таңғы шай ішетін, түскі уақытта түскі ас ішетін, кешкі уақытта кешкі ас ішетін, жұмысқа баратын, намаз оқитын уақыттарымыз бар. Енді бұлардың барлығына дұға істейтін уақытты қоюымыз керек. Дұға біз ойлағандай жай нәрсе емес екен. Біз ойлағандай бір рет қылынғанда қабыл болатын амал емес екен. Дұға мұсылманның қалқаны екен. Себебі шынайы дұға қылу бүкіл момын мұсылманға бұйыратын зат емес. Егер бір мұсылман шынайы түрде Аллах Тағалаға дұға қылған болса, ол дұға дүниеде немесе ақыретте 100% қабыл болады екен. Ойлаңыз, пәлен деген адам азаннан кешке дейін дұға қылады. Шынайы түрде ықыласпенен. Бірақ қабыл болмайды деп ойлайды. Жоқ ағайын, қабыл болады. Біз өзімізге хайырлы деп ойлаған уақыт Аллах тарапынан бізге хайырлы болмауы мүмкін. Соның үшін қабыл болмаған мүмкін. Біз өзімізге жақсы деп ойлаған дұғамыз Аллахтың мұрадында бізге жақсы емес болып жазылған болуы мүмкін. Соның үшін ол дұғалардың сауабы бізге ақыретте қабыл болады екенде, сол дұғалармен біз жәннатқа кіріп кетеді екенбіз. Дұға қылғанда ағайын шынайы түрде жылай білуіміз керек. Шынайы түрде. Қалай сонда? Рия деген нәрсе бар. Яғни адамдар көрсін деп жылау бар. Адамдар көрсін деп жақсылық істеу бар. Адамдар көрсін деп бір жерге жәрдем беру бар. Адамдар көрсін деп намаз оқу бар. Ал ғибадат, құлшылықта, яғни дұғада адамдар көретін жерде емес. Бір бұрышта, іләжі барынша түнде тахаджуд намазында қылынған дұғалар қайтарылмайды екен. Біз дұға қылған уақытта өмірі маған деп емес, дұға көйі жоқ момын мұсылмандарға, қайтыс болып кеткен дұға көйі жоқ момын мұсылмандарға деп дұға қылғанымыз біз үшін артық екен. Себебі қадірлі жамағат, бүкіл бәле жалада болсын болмасын, бізге өлімнің жетіп келуі ақиқат. Өлімнің жасы жоқ ағайын. Үлкені қайтыс болады, кішісі қайтыс болады. Жасы, кәрісі, әдемісі, оншемесі, ұзыны, қысқасы барлық адам қайтыс болады. Соның үшін біз мұны айтып өтілген 10 нәрсені толықтай істейтін болсақ, біз мұсылмандықты толықтай атқарып шыққан болады екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қайтыс болған момын мұсылманның арқасынан 3 нәрсесі барады. Екеу қайтып келеді, біреу қалады дейді. Екеу қайтып келеді, біреу қалады. 3 нәрсе: малы, отбасы, амалы. Амалы қабірде қалып, малы мен отбасы қайтып келеді. Егер отбасында салих, дінін білетін, Құдайын таныған, Құдайдан қорқатын, егер ұрпақ өсірген болса, олардың оқыған Құрандары ол қайтыс болған адамға барып тұрады. Ал бірақ амалы жоқ болатын болса, Құдай сақтасын, Құдайын танымаған болса, ол адам тозақы болып қалуы әбден мүмкін екен. Соның үшін ағайын, пәле жала келген уақытта бірінші сақтық істеуіміз керек екен, екінші сол саланың маманынан сұрауымыз керек, үшіншісі иманымызды қайрап отыруымыз керек екен, төртіншісі шаядан ұзақ тұруымыз керек, бесіншісі садақа беруіміз керек, алтыншысы истиғфар етуіміз керек екен, жетіншісі сабыр ете білуіміз керек, сегізіншісі ғибадат, тоғызыншысы біреудің басына келген
қиыншылыққа күлмей сабақ шығаруымыз керек. 10-шысы дуа уақытымыз болу керек екен.